Су кез келген тіршілік иесі үшін аса қажет нәрсе. Адам өмірінде судың алатын орны тіпті зор. Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы инфекциялық емес аурулар бөлімінің жетекшісі Наталья Сүлейменова судың адам организміндегі рөлі, су тапшылығының зияны және суды дұрыс ішу ережелері туралы толығырақ айтып берді. Денедегі су. Маманның айтуынша адам 30 күн бойы нәр татпай аш жүре алады. Бірақ сусыз небәрі 3, 5 немесе 7 күн, сирек жағдайда ғана 8 күн шыдайды. Ғалымдардың есебінше бір адам күн сайын тағам және шаруашылық қажеттіліктеріне орта есеппен 60-70 тонна су пайдаланады. Денеміздің қимыл қозғалысқа икемділігі де организмнің 70% судан тұратындығымен байланысты. Мәселен, өкпеде су 90%-ға дейін, қанда 80%-ға дейін, мида 75%-ға дейін, буындарда 24%-ға дейін. Тіпті ағзамыздың ең тығыз тіні тісте де 0,2% су бар. Адамға таза ауыз судың белгілі бір мөлшерін күн сайын ішіп тұрудың маңыздылығы осымен түсіндіріледі. Бұл ретте газдалған тәтті сусын, шай немесе кофе есептелмейді. Таза ауыз су ғана есепке алынады. Судың қасиеттері. Адамға күніне қанша литр су қажет екенін түсіну үшін алдымен судың біздің өмірімізде қандай рөл алатынын ұғыну қажет. Ал су адам ағзасы үшін маңызды рөл ойнайды. Өйткені ол организмдегі барлық биохимиялық процеске қатысады. Судың пайдасы: ас қорытуды қалыпқа келтіреді және организмге тамақты жақсы сіңіруге көмектеседі. Жылуды сақтай отырып, дененің қалыпты температурасын ұстап тұруға жәрдемдеседі. Қанның қоюлығын төмендетіп, еркін қан айналымын қамтамасыз етеді. Ағзадағы барлық орган мен жүйені нәрлі заттармен және оттегімен қанықтыруға көмектеседі. Мидың жұмысын жақсартады. Организмнен токсиндер мен тұзды шығарады. Буындардың қозғалыштығын жақсартады. Буындардың еркін және ауырсынусыз қозғалуына қажетті синовиялық сұйықтық негізінен су мен гиалурон қышқылының аздығынан аздаған мөлшерінен тұрады. Тұрақты салмақ пен белсенді зат алмасуын ұстап тұруға септігін тигізеді. Терінің жастығы мен сұлулығын ұзағырақ сақтауға көмектеседі. Су тапшылығы несімен қауіпті? Ағашты өсіп тұрған алманы жылы жерге қойсақ, ол біртіндеп бүрісіп қалады. Өйткені жеміс бойындағы судан айырылады. Сол сияқты жаңа піскен жүзімді кептірсе, ол суын жоғалтып, кейін мейізге айналады. Таза ауыз суға мұқтаж адам организмінде бір қатар өзгеріске ұшырайды. Организмге су жетіспесе, су-тұз балансы бұзылады. Салдарынан бүйрек пен қуықта тас түзілуі мүмкін. Сонымен қатар судың тапшылығы буындарға да теріс әсер етеді. Буын ауруларын қоздырады. Бұдан бөлек судың тапшылығы қанның қоюлығына әкеп соғады. Ал бұл инсульт, инфаркт, тромбоз, геморрой, варикоз ауруларының даму қатерін арттырады. Судың жетіспеушілігі ас қорытуға да зиян тигізеді. Ас қорыту ферменттерін бөлу процесі баяулайды. Асқазан ішек жолы ақырын жұмыс істейді. Тамақ ішекте ұзақ уақыт тұрып қалып, алдымен ашу, кейіннен қабыну процесі басталады. Сондай-ақ организмде судың жетіспеушілігі көп жағдайда созылмалы іш қатуға, гастритке, тіпті асқазан жарасына да себеп болады. Судың тапшылығынан тері де қатты зардап шегеді. Ылғал жетіспегендіктен тері шымырлығын тез жоғалтады, жұқарады, солады, әжім түседі. Осылайша судың аздығы қартаюдың көзге көрінетін белгілеріне әкеп соғады. Ылғалдың жетіспеушілігінен шаш пен тырнақ әлсіз сынғыш келеді. Сондай-ақ сусыздану несеп шығару жүйесінің жұмысын бұзады және организмнің өздігінен тазару процесін қиындатады. Жылдың ыстық мезгілінде организмге судың жетіспеуі салдарынан күн өту ықтималдығы артады. Күніне қанша литр су ішу керек? Әртүрлі зерттеулерге сүйенсек, судың қажетті тәуліктік дозасы салмақтың 1 келісіне 30 мл-ден 50 мл-ге дейін. Яғни біз оның қақ ортасын 40 мл алсақ, салмағы 60 келіні құрайтын адамға күніне кем дегенде 2400 мл немесе 2,4 литр су ішу қажет. Әдетте дәрігерлер тәулігіне кем дегенде 1,5 литр, ал аптап ыстықта ең кемі 2 литр су ішуге кеңес береді. Суды дұрыс ішу ережесі. Наталья Сүлейменова организмге пайдалы болу үшін суды дұрыс ішудің 5 ережесін атады. Бірінші ереже: суды аш қарынға ішу. Таңертең ұйқыдан оянғанда 1 стакан таза су ішіңіз. Осылайша сіз түн ішінде қалыптасқан ылғал тапшылығының орнын толтырасыз. Қан қысымын қалыпқа келтіріп, қан айналымын жандандырасыз. Екінші ереже: суды тамаққа дейін ішу. Қарныңыз ашқанын сезгенде алдымен 1 стакан су ішіңіз. Бұл ас қорытуға да жақсы, сонымен қатар ашылу сезімін басады. Яғни сіз тамақты аз жеп, аз калория жинайсыз. Бұл артық салмақтың алдын алады. Үшінші ереже: жылы су ішіңіз. Су температурасы дене температурасына тең болса, яғни 36 градусты құраса, тіпті жақсы. Жылы су жақсы сіңеді. Тиісінше организм оны сіңіруге энергияны аз жұмсайды. Төртінші ереже: қою тамақпен бірге су ішпеңіз. Бұл астың қорытылуына кедергі келтіреді.
өйткені асқазан сөлінің концентрациясын төмендетеді. 5-ші ереже. Физикалық жүктеме кезінде көп су ішіңіз. Денеге күш түскенде организм ылғалды тез жоғалтады. Сол себепті тапшылықтың орнын толтыру қажет. Егер спортпен шұғылдансаңыз, суды жаттығуға дейін және жаттығудан кейін ішкен абзал. Құрметті достар, сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып коммент қалдырыңыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймыз. Дендеріңіз сау болсын.